Құрметті әріптестер, жалпылама бүгінгі педагог зерттеуші ұстаздардың педагогикалық іс тәжірибелерін тарату бойынша авторлық бағдарламалардың таныстыратын болады. Қазір сол бойынша алдын ала мен жаңа ғасыр номер 107 гимназияның жалпылама педагог зерттеуші үшін білім басқармасының әдістемелік орталығы жанындағы оқу әдістемелік кеңес авторлық бағдарламаны әдістемелік материалдарды оқу әдістемелік кеңес туралы ережеге сәйкес қабылдайды. Оқу әдістемелік кеңестің педагогтың авторлық бағдарламасын, әдістемелік материалдарын қарап, инновациялық педагогикалық тәжірибені мақұлдау және оны тарату бойынша ұсыныстар беру туралы шешім қабылдайды. Оқу әдістемелік кеңестің шешімі хаттамамен рәсімделеді және аудандар, қалалар білім бөлімдеріне педагогтерге жіберілетін болады. Жалпылама және де оқу әдістемелік кеңестің оң шешім қабылдаған жағдайда оқу әдістемелік орталық педагогтың тәжірибесін тарату үшін кемінде 3 аудан немесе қаланы анықтайды. Оқу әдістемелік орталықтың педагогикалық тәжірибені таратуы бойынша бұйрық шығарылады. Және де педагог аудандық қалалық әдістемелік кабинет әдіскерлерімен келісе отырып тәжірибені тарату нысанын анықтайды. Вебинар, шеберлік сабақ және де семинар, конференция, шығармашылық шеберхана, тренингтер және тағы басқа тәжірибені тарату бағдарламасы жасалып, педагог жұмыс істейтін білім беру ұйымының басшысының мөрімен бекітілетін болады. Әрбір аудан қала тәжірибеде таратылған туралы ақпарат, фото, видео материалдар әдістемелік кабинеттің педагог жұмыс істейтін білім беру ұйымының сайты мен әлеуметтік желілерде орналастырылады. Материалдар жинағы шығарылған жағдайда педагог оқу әдістемелік кеңестің мақұлданған инновациялық педагогикалық тәжірибесінің материалын жариялайды. Жалпы аттестаттау кезінде педагог келесі дәлелдерді ұсынылады. Ең бірінші облыстық республикалық іс-шараларға, конференциялар, семинарлар, конкурстар, тренингтер, марафондар тағы басқа қатысу бағдарламасының немесе бұйрығының көшірмесін. Екінші, анықтама, сертификат, диплом, грамота және растайтын құжаттарын оқу әдістемелік кеңестің хаттамасынан үзінді немесе сараптамалық қорытындыны көрсете алады. Және төртінші, 3 аудан қала тәжірибесін тарату материалдары, бағдарлама көшірмесі, білім беру ұйымының немесе педагогтың әдістемелік орталығы басшысының құжаттарды көрсете алады. Осы құжаттар арқылы олар өз дәлелдерін ұсына алады. Жалпы осы негізгі нұсқаулық бойынша мен таныстыратын нұсқаулық осы. Жалпылама қазір бізде ең бірінші өзінің авторлық бағдарламасын креативті жазылым тақырыбында қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Қаратаева Жазираева берген ұсынатын болады. Құрметті әріптестер, жалпы жаңа ғасыр номер 175 гимназияның қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Қаратаева Жазираева берген қызы. Еңбек өтілім 28 жыл, педагог зерттеуші біліктілігін арттыру үшін бүгін өзімнің авторлық бағдарламамды ұсынып отырмын. Авторлық бағдарламаның тақырыбы креативтік жазылым. Бағдарламаның мақсаты креативті жазылым түрлері мен тәсілдерін қолдану арқылы оқушының шығармашылық қабілетін шыңдап, грамматикалық және лексикалық біліктілігін арттыру. Міндеттері: біліктілік және шығармашылық қасиеттерін қалыптастыру, суырып салмалық жаңашылдық қабілеттерін арттыру, тапсырмаларды орындау барысында сауаттылыққа үйрету, лексикалық және грамматикалық жоғарғы біліктілікті қалыптастыру, шығармашылық тапсырмаларды әртүрлі әдіс тәсілдермен ұсыну, ұлттық құндылық пен өмірдің тілдік бірліктегі маңыздылығын, мәнін үйрету, әдебиет пен тілдің мызғымас байланысын, шығармашылығын шыңдау, креативті жазылым түрлері мен жазылу тәсілдеріне машықтандыру. Жалпы бағдарламаның жаңалығы дәстүрлі әдістермен қатар инновациялық технологияларды, түрлі әдіс тәсілдерді қолдану, интерактивті жазу, қабырғадағы жазу, диалогтық оқу, көрнекі жазу,
оқушылардың қызығушылығын арттыра отырып шығармашылықтарын қалыптастыру. Бағдарламада оқушылардың шығармашылық тапсырмалары берілу арқылы балалар мәтінді тек қана жазып қана қоймай, соған байланысты өздерінің жеке ой пікірлері мен көзқарастарын қалыптастыруға мүмкіндік туып отырады. Оқушылар өздері тұратын қоғам мен әлемдегі маңызды мәселелерді талдап, шығармашылық тұрғыда жазбаша пікірлерін білдіруге үйренеді. Жалпы күтілетін нәтижелер балалардың шығармашылық қасиеттері қалыптасады, қабілеттері артады, сауаттылыққа үйренеді, жоғарғы біліктіліктері қалыптасады, әртүрлі әдіс тәсілдерді біледі және тілдік біліктегі маңыздығын меңгереді, шығармашылық барысын шыңдайды, түрлі жазу тәсілдеріне машықтанады. Бағдарламаның өзектілігі қазіргі заманғы білім беру жүйесінде оқушылардың сыни ойлау, шығармашылық қабілеттерін дамыту басты мәселелердің бірі болып табылады. Бұл мақсатта жүзеге асыруда креативті жазылым маңызды құрал болып табылады. Креативті жазылым оқушылардың сөздік қорын байытуға, олардың өз ойларын еркін және әдемі жеткізуге, өзіндік шығармашылық қабілетін дамытуға ықпал етеді. Бағдарламаның өзектілігі мұғалімдерге оқушылардың шығармашылық қабілеттерін тиімді түрде қалыптастыру үшін әдіс тәсілдерді ұсынуда. Бұл оқушылардың өз бетімен ойлануына, зерттеу жұмыстарын жүргізуіне, мәтін жазу кезінде жаңа идеялар мен шығармашылық шешімдер табуына септігін тигізеді. Жалпы бұл авторлық бағдарлама креативті жазылым тақырыбындағы 7 тараудан тұрады. 7 тарау көне түркі жазбаларынан басталып, кәсіпкерлік бизнес бағдарына дейін қамтылып отыр. Бұл жерде ұлттық құндылық, шешендік өнер, жаңағы алаш кемеңгерлері, театры, жалпы адамзаттық құндылықтың кілті айқын көрініс алады. Әр тарау өзінің жаңағы тақырыптарына сай ерекшеленіп, сол тақырыптарды кеңінен ашуға мүмкіндік алып отыр. Сонымен қатар, бұл бағдарламаға қазақ тілі теориясы мен оқыту әдістемесі кафедрасының институтының Нұрғали өзінің рецензиясын беріп отыр. Креативті бағдарлама, авторлық бағдарламасы бұл бағдарлама кітапша ретінде дауысын бассаңыздар, сіздер бізге кедергі келтіріп отырсыздар. Жалпы бағдарлама туралы айтатыным осы. Тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сөзді қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Бижанова Сандуғаш Ақжолбайқызына беремін. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен Бижанова Сандуғаш Ақжолбайқызы, қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі. 19 жыл стажым бар. Біліктілік категориямды растау үшін осы авторлық бағдарламамды сіздерге ұсынып отырмын. Жалпы менің авторлық бағдарламамның тақырыбы қазақ тілі мен әдебиеті сабағында тілдік төрт дағдыны жетілдірудің тиімді әдіс тәсілдері деп аталады. Бағдарламаның мақсаты қазақ тілі мен әдебиеті сабағында айтылым, оқылым, жазылым дағдыларын кешенді түрде дамытып, оқушылардың коммуникативтік құзыреттілігін жетілдіру, қорын молайту және түрлі тақырыптарда өз ойын еркін жеткізе алатын тұлғаны қалыптастыруға бағытталған оқыту жүйесін жүзеге асыру болып табылады. Міндеті оқушылардың тыңдалым дағдысын жетілдіру арқылы ақпаратты қабылдап, оны талдау қабілетін дамыту, айтылым дағдысын дамыту мақсатында оқушылардың еркін сөйлеу қабілетін қалыптастыру және түрлі тақырыптарда пікір білдіру. Оқылым дағдысы арқылы түрлі стильдегі мәтіндерді түсініп оқып, талдау қабілетін арттыру. Жазылым дағдысын жетілдіре отырып, сауатты және мағыналы мәтіндер құрастыруды үйрету. Оқушылардың коммуникативтік құзыреттілігін дамыту үшін пікірталасқа қатысу қабілетін нығайту. Тіл үйренушілердің шығармашылық қабілеттерін жетілдіру үшін түрлі форматта жобалар мен шығармашылық жұмыстар жасауға бағыттау. Тілдік дағдыларды күнделікті өмірде қолдануға үйрету үшін нақты тілдік жағдаяттарды ұсыну. Оқушылардың қазақ тілінде өз ойын еркін жеткізе алатын деңгейге жеткізу болып табылады. Бағдарламаның жаңалығы бағдарламада тыңдалым, айтылым, оқылым және жазылым дағдыларын
бір-бірімен үйлесімді дамытуға арналған кешенді тәсілдер қарастырылған. Оқушылардың тілдік дағдыларын жетілдіру үшін әртүрлі интербелсенді әдістер, ойын элементтері, заманауи технологиялар және шығармашылық жұмыстар енгізілді. Сонымен қатар, әрбір дағдыны дамыту, оқушылардың қызығушылығын арттыруға бағытталған нақты іс-әрекеттер, зерттеу жұмыстары және топтық талқылау жұмыстары жүйелі түрде қолданылатын болады. Бұл жерде күтілетін нәтиже оқушылардың тыңдалған ақпаратты түсініп, оны талдау қабілетіне ие болады. Айтылым дағдысы дамып, оқушылар түрлі тақырыптарда еркін және сауатты сөйлейді. Оқушылар түрлі мәтіндерді түсініп, оларды стильдік ерекшеліктеріне сай талдай алады. Жазылым дағдысы арқылы оқушылар грамматикалық және стилистикалық тұрғыдан сауатты мәтіндер жазады. Коммуникативті құзыреттілігі артып, пікірталастарға белсенді түрде қатысады. Шығармашылық қабілеттерін шыңдап, түрлі жобаларда өз идеясын көрсете алады. Оқушылар тілдік дағдыларын күнделікті өмірде тиімді қолданады, қазақ тілінде өз ойын еркін және толық жеткізе алатын тұлға болып қалыптасады. Авторлық бағдарламаның өзектілігі қазіргі таңда оқушылардың тілдік дағдыларын дамытуда қажеттілігі ерекше мәнге ие. Әлемдік білім беру стандарттары негізінде тіл үйренушілерден тек грамматикалық құрылымдарды ғана білу ғана емес, сонымен қатар олар еркін қолдана алу талап етіледі. Осыған байланысты қазақ тіл сабағында тілдік дағдыларды қатар дамытып, оны практикалық тұрғыдан қолдануға ерекше көңіл бөлуге өзекті. Бағдарламада тілдік дағдыларды жүйелі түрде үйретіп, функционалды сауаттылықты арттыруға бағытталған. Бұл оқыту әдістері оқушылардың заманауи ақпараттық ортада өзін-өзі дұрыс көрсету, ойларын еркін жеткізу және қазақ тілінде түрлі тақырыптарда сауатты сөйлеп, жаза алу үшін аса қажет деп мен ойлаймын. Жалпы осы бағдарлама 4 бөлімнен тұрады. Көне түрік жазбалары, жыраулар поэзиясы және рухани мұралар. Екінші бөлімде 19 ғасыр әдебиеті және тілдік нормалар. 3-ші бөлімде 20 ғасырдағы қазақ әдебиеті және синтаксис, және 4-ші бөлімде қазіргі заман әдебиетіндегі жаңа белес және жай сөйлемдер деп қарастырып отырмыз. Бұл рецензия жаңа қазақ тілі теориясы және оқыту әдістемесі кафедрасының филология институтының мамандары Нұрғали Бектіберген және педагогика психология институтының профессоры Бекмағамбет бекітілген болатын, және бұл өздеріңіз көріп отырғандай баспадан шыққан сертификаты бар және мұғалімдердің біліктілігін арттыру институтынан бағдарлама бекітіліп отыр. Жалпы қорытынды сөзге келетін болсақ, қазақ тілі мен әдебиеті сабағында тілдік 4 дағдыны жетілдірудің тиімді әдіс-тәсілдері тақырыбындағы оқушыларына арналған жоспарды ұсынамын. Авторлық бағдарлама қазақ әдебиетінің әртүрлі тарихи кезеңдеріндегі әдеби мұраларды зерттеуге бағытталған. Оқушыларға көне түркі жазбаларынан бастап қазіргі заманға дейінгі әдеби шығармалар талдау арқылы әдебиеттің рухани және мәдени маңызын түсіндіріп, қазақ тілінің жеке салаларын тереңірек меңгеруге бағытталған. Әрбір әдеби шығармалардың мазмұнын, көркемдік ерекшеліктерін талдап, олардың қазіргі қоғамдағы өзектілігін анықтайды. Әдеби мәтіндер негізінде тілдік жаттығулар жасап, білімдерін саралайды. Жалпы менің ұсынып отырған авторлық бағдарламам осы. Келесі сөзді мен қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғалімі Шәріп Қарлығаш Әлімхатқызына сөз бергім келіп отыр. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін мен өзімнің оқу сауаттылығы авторлық бағдарламамды қорғайын деп отырмын. Бұл 8 сынып оқушыларына арналған педагог зерттеушімін, еңбек өтілім 30 жыл, қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Шәріп Қарлығаш Әлімхатқызы. Оқу сауаттылығы бағдарламасының мақсаты оқушылардың оқу сауаттылығы жайлы ұғымдарын, түсініктерін кеңейту, оқу сауаттылығы бойынша тест тапсырудың технологиясын меңгерту, тест тапсыруды ақпарат беру, оқу сауаттылығы деген ұғымның тест тапсыру көлеміне шектелмейтіндігін, оқыған мәтінді түсіну және онымен жұмыс істей білудің маңызы аса зор екендігін нақты мәтіндермен жұмыс жасау барысында дәлелдеп көрсету, қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінен алған білімдері күнделікті өмірде пайдалана білу дағдыларын дамыту. Осы мақсаттан кейін келіп туындайтын міндеттерге оқу сауаттылығы туралы білімдерін кеңейту, мәтіннің мазмұндық құрылымдық бөліктерімен таныстыру, мәтіннің түрлері, мәтінмен жұмыстың түрлері туралы толық ақпарат беру.
Мәтін бойынша қойылатын ең жиі кездесетін сұрақтар олардың түрлерімен таныстыру, мәтінмен жұмысты ұйымдастыру, мәтіндегі қазақ тілі курсы бойынша берілетін оқу мақсаттарының жеткілікті меңгерілгенін талдау, меңгерілуі, сұрақты дұрыс қоя білу. Жұмыстың ғылымилығы оқушылардың интербелсенді тәсіл арқылы оқу сауаттылығын дамыту, жүйелі ойлауы мен сыни ойлауын қалыптастырады. Интербелсенді тәсіл арқылы мәтін талдауда әр оқушының нақты қажеттіліктерін қанағаттандыру. Оқыту әдістері білім деңгейі қажеттіліктеріне сай бейімдеу. Оқушының сыни тұрғыдан ойлауын, шығармашылықпен жұмыс жасау жолдарын меңгерулеріне ықпал ету. Грамматикалық, логикалық талдаулар бойынша мәтінді талдауға дағдыландыру. Бағдарламаның өзектілігі. Жалпы оқушылардың оқу сауаттылығын арттыру қай кезеңде болмасын саласындағы ең өзекті мәселе болып саналады. Оқу сауаттылығы оқушының қазақ тілі мен әдебиеттен алған білімдерінің көрсеткіші. Енді өздеріңіз білесіздер, бастауыштан бастап оқушылардың оқу техникасын жетілдіру, оқу жылдамдығын арттыру мәселесіне көңіл бөлінетіндігін. Өйткені мәтінді баяу оқитын адам шапшаңдыққа оқитын адамға қарағанда неғұрлым жылдам оқитын оқушының ақпаратты мол қамтитындығы, ал енді оқу қарқыны шапшаңдыққа негізделген оқушының оқу материалын жылдам қабылдау мүмкіндігінің басым екендігі ғылымда дәлелденген. Олай болса, бұл бағдарламаның өзектілігі аталған бағдарлама отандық білім берудің сапасын жақсарту, әдістемелік негізін өзгерту, баланың қажеттіліктерін зерттей отырып, алған білімдерін өмірде қолданып, тұжырым жасай алу үшін қазіргі кездегі өзекті тақырыптың бір екендігі түсінікті. Жаңартылған білім беру бағдарламасы аясында мәтін талдау арқылы функционалдық сауаттылықты арттыру қазіргі білім жүйесінде аса маңызды. Енді осы PISA және TIMSS 2 халықаралық зерттеуде Қазақстан оқушыларының оқу сауаттылығы тексерілген, бірақ ойдағыдай нәтиже шықпаған. Сондықтан осы оқушылардың халықаралық стандартқа сай білім алуын қамтамасыз ету мақсатында оқу сауаттылығын меңгерту 15 жасқа дейінгі кезеңде де маңызды болып отыр деп есептеймін. Күтілетін нәтиже. Оқушыларға бірінші сабақтан бастап сөйлесім әрекетінің түрлері айтылым, жазылым, тыңдалым, оқылым, тілдесім меңгереді. Оқушылардың алған білімдерін өмірде кез келген жағдайда әлеуметтік ортада қолдана алуға үйренеді. Мемлекеттік тілде ауызша және жазбаша қарым-қатынас жасайды. Әлеуметтік талаптарға сай келу үшін оқушы ақпараттық технологияларды қолдану және проблемалардың шешу жолдарын таба алуға үйренеді. Қазіргі замандағы өзгермелі өмірге бейімделуге үйренеді. Оқушылардың жеке бас қабілеттері дамиды. Оқушылардың әлеуметтік мәдени дағдылары да дамиды. Қазақ халқының сонымен қатар қазақ халқының салт дәстүрі, мәдениеті, тарихын түсінеді және құрметтейді. Мәтіннен өзіне керекті ақпаратты жылдам таба біледі. Авторлық бағдарлама құрылымы, оқу бағдарламасы, тұрақталу бөлімі, нормативтік бөлім, ақпараттық әдістемелік бөлім, ақпараттық нұсқаулық және пайдаланған әдебиеттер тізімінен тұрады. Олай болса, тұрақталу бөліміне аптасына сағаттан барлығы 34 сағатқа арналған, яғни бұл жерде дәрістік сабақтар араластырылып берілді. Нормативтік бағдарламасына сәйкес оқу мақсаттары алынған, яғни осы оқу сауаттылығының маңызы мен қоғамдық рөл туралы талдай алып, осының соңына дейін осы оқу сауаттылығы туралы білімдерін толық меңгеріп шыға алады. Ақпараттық әдістемелік бөлімде бұл жерде өздеріңіз көріп отырғандай 1 сағат 30 жыл бойы 34 сағат қамтиды. 15 жасқа дейін оқушылардың оқу сауаттылығын дамыту мақсатында жұмыстар жүргізіледі. Бал қою кестесі барлығы қойылған. Және де мына жерде өздеріңіз көріп отырғандай тапсырмалар үлгісі беріліп отыр. Олай болса, бүгінгі авторлық бағдарламамды кең қолданыс табады деген ойдамын. Бүгінгі біздің осы семинарларымызға қатысып, пікірлеріңізді білдіргендеріңізге, қатысқандарыңызға келесі сөз Amazing English деген тақырыппен ағылшын тілінің мұғалімі Ильясова Гүлнар Тұрысбековнаға береміз. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгінгі менің алайын деп отырған авторлық бағдарламамның Amazing English тақырыбы Amazing English 7-ші сынып оқушыларына арналған, аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағатқа арналған бағдарлама.
Аха. Бұл бағдарлама оқушылардың сөйлеу, оқу, тыңдау және жазу дағдыларын шығармашылық тапсырмалар арқылы жан-жақты дамытуға бағытталған. Бағдарламаның мақсаты оқушыларды ағылшын тілінде оқу және тиімді қарым-қатынас жасауға үйрету. Сөйлеу және тыңдау, оқу және жазу дағдыларын дамыту. Үшінші, шығармашылық тапсырмаларды, тілдік қабілеттерді жетілдіру. Оқушылардың оқу процесіне деген қызығушылығын арттыру. Енді келесі шығармашылық мынандай тапсырмалар, олар бірінші рольдік ойындар, мысал үшін дүкендегі сатып алушы мен сатушы диалогы. Оқуда қызықты мәтіндерді оқып, сұрақтарға жауап беру, пікірталастар ұйымдастыру. Енді жазу дағдыларын дамыту, шығармашылық жазу, эссе, әңгіме немесе өлең жазу. Келесі екінші бұл блог жүргізу, өз ойлары мен тәжірибесін, ойларын айту, тәжірибесін жазу арқылы тілдік базаны кеңейту. Келесі инновациялық әдіс тәсілдер, бұлар Kahoot, WordWallNet, Learning Apps, Quizzes, Plasstime, Blooket дегеніміз осындай әдіс тәсілдер арқылы, ойын арқылы балалардың қызығушылығын арттырып, жұмыстар істеу. Келесі метакогнитивті стратегиялар, қаржылық жоспарлар. Екінші, уақытты тиімді басқару. Келесі, сыни ойлау дағдыларын дамыту. Білетін балы критерийлері ол 9-10 балдық бұл күрделі мәтіндермен жұмыс істеу және еркін орындау. 7-8 бал бұл аздаған қателіктермен орындау. 5-6 бал қателермен және белсенділіктің төмендігімен орындау. 3-4 бал бұл көптеген қателіктермен белсенділіктің болмауы. 1-2 бал тапсырма талаптарын орындамау кезінде қойылады. Енді күтілетін жаңа нәтижелер: ағылшын тілінде еркін сөйлеуге үйрету, содан кейін проблемаларды шешу және жаңа идеяларды ұсыну қабілеті, топтық жобалар мен рольдік ойындар арқылы әлеуметтік дағдыларды дамыту, шетелде оқу немесе жұмыс істеу үшін арттыру. Енді қорытынды айта келе, ағылшын тілін үйренуде сөйлеу, оқу, тыңдау және жазу дағдыларын дамыту бұл өте маңызды. Бағдарламадағы шығармашылық тапсырмалар мен топтық жобалар оқу процесін қызықты әрі тиімді етеді. Оқушылар тілдік кедергілерді жеңіп, өз ойларын еркін жеткізеді. Нәтижесінде оқушылардың тілдік дағдылары жетіліп, сыни ойлау, топтық жұмыс және оқу процесін жоспарлау қабілеттері дамиды. Бұл олардың академиялық және кәсіби жетістіктеріне негіз болады. Енді мен қорытынды айта келе, сіздер енді осы Amazing English жаңағы атты бағдарламаны сіздерде өз мектептеріңізде қолданады деген ойдамын. Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет айтамын. Келесі сөзді орыс тілі пәнінің мұғалімі Жүнісбекова Гүлнар Амангелдиевнаға беремін. Рахмет сіздерге. Құрметті әріптестер, бұл семинар бізге маңызды семинар. Сол себептен Zoom-ның барлық ережелерін сақтауларыңызды сұраймыз. Барлық жерде, мына жерде дауыстарыңызды өшіріп қойып отырсаңыздар. Және де басқа мұғалімдерге сөйлеуге кедергі жасап жатсыздар. Бағанан бері сөйлеп жатқан кезде, сөйлеу үстінде сіздер әрқайсыларыңыз дауыстарыңызды қосып отырсыздар. Сол себептен қосылған мұғалімдер дауыстарыңызды өшіріп отырсаңыздар, бір-бірлеріңізге кедергі жасамай, бұл семинар біз үшін өте маңызды семинар. Қазір келесі болып бізде орыс тілі пәнінің мұғалімі Жүнісбекова Гүлнар Амангелдиевна сөйлейді. Тақырыбы дебаты как средство развития коммуникативной компетенции учащихся на уроках русского языка и литературы. Гүлнар Амангелдиевна, сізге сөйлейді. Естіліп тұр ғой, Иә, естіліп тұр.
Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Добрый день, дорогие коллеги. Разрешите мне сегодня выступить на русском языке, так как у меня программа на русском языке, и тем более я учитель русского языка. Я Жунисбекова Гульнара Мангидевна, являюсь учителем русского языка и литературы гимназии Жанагасыр номер 175 Ауэзовского района города Алматы. Являюсь педагогом-исследователем, иду в этом году на подтверждение, стаж работы 25 лет. Сегодня я хочу поделиться с вами созданием авторской образовательной программы, посвященной дебатам как эффективному средству развития коммуникативных навыков у школьников. Нам всем известно, что одним из требований к современному образованию является развитие коммуникативной функциональной грамотности. И одним из аспектов является развитие именно коммуникативных навыков и критического мышления школьников. Поэтому мы решили выбрать дебаты как средство развития коммуникативной компетенции школьников. Перед вами сейчас мое свидетельство, выданное в этом году в августе протоколом номер 6. Данная программа разработана для использования в учебной деятельности, как во время уроков, так и во внеурочной деятельности, а также в работе с одаренными детьми в сфере формирования навыков научно-исследовательской деятельности, и рассчитана она на 34 часа. В условиях современного мира важно не только передавать знания, но и развивать у детей навыки общения, аргументирования и критического мышления. В чем же актуальность данной программы? В том, что дебаты – это не просто форма соревнования, но и мощный инструмент для развития таких навыков, как умение слушать, формулировать и отстаивать свою точку зрения, работать в команде. Исследования показывают, что участие в дебатах способствует улучшению успеваемости, самооценки и социальной адаптации школьников. Поэтому важно интегрировать этот подход в школьную программу. Что же такое дебаты и почему они важны для старшеклассников? Мы все знаем, что здесь очень важно для нас развитие критического мышления, навыки аргументации, а также общественная активность, так как школьники во время дебатов учатся вовлекаться в обсуждение важных социальных вопросов. Целью данной авторской программы является развитие коммуникативной компетенции школьников через участие в дебатах. Задачи программы могут включать формирование навыков аргументации, контраргументации, развитие навыков публичных выступлений и ведения диалога, укрепление командного духа и сотрудничества, а также увеличение критического мышления и способности к анализу. Учебный план, дорогие коллеги, включает в себя введение в дебаты, основные понятия и принципы, практические занятия, тренировки навыков аргументации речи, моделирование дебатов, то есть мы в год проводим несколько дебатов, иногда доходит до 8 дебатов, участие в учебных дебатных играх на различных уровнях, начиная со школьного этапа и заканчивая республиканскими этапами, а также в обязательном порядке это анализ дебатных игр, то есть разбор ошибок и улучшение стратегий. Методологию, если рассмотреть, то в процессе работы над программой важно использовать разнообразные методические подходы. Это и игровые технологии, интерактивные занятия, которые позволяют повысить вовлеченность участников. Это кейс-метод, это групповые дискуссии. А вот во время кейс-метода, допустим, мы разбираем какие-то реальные ситуации. Групповая работа – это обязательно работа в командах, способствует развитию социального взаимодействия и уважения к мнению других. Ну и, конечно же, очень важно разработать актуальные темы для дебатов. Допустим, примеры тем по литературе, по русскому языку, ну и, конечно же, свободные темы, как вы видите здесь по литературе, допустим, согласны ли вы с утверждением, что Евгений Онегин типичный представитель своего времени, либо такая вот тема очень интересная, могла ли трагедия быть предотвращена, если бы Ромео и Джульетта открыто говорили со своими семьями. По русскому языку это публичные выступления в эпоху соцсетей, как медиаформаты меняют способы привлечения внимания. Ну и, конечно же, современные темы, очень
актуальные темы, это и влияние социальных сетей на современную молодежь, позитив или негатив, искусственный интеллект, угроза для тяжелой работы или шанс на улучшение жизни, как раз-таки актуально для сегодняшнего времени, да. Ну и, конечно же, нам всем известны факторы, влияющие на поведение подростков. Нужно ли усиливать работу психологических служб школ? Конечно же, уважаемые коллеги, здесь очень важным этапом работы является построение эффективной системы оценки результатов. И это очень важно для понимания успехов программы. Это может включать оценивание качества аргументации, оценка навыков взаимодействия в команде, участие во внешних соревнованиях и их результаты. Ну и, конечно же, в заключение хочу сказать, что создание авторской программы по дебатам требовало внимательного подхода, учета интересов и возможностей школьников, а также возрастных особенностей детей. В результате успешного внедрения программы мы сможем не только развить у школьников необходимые навыки общения, но и подготовить их к будущей карьере и жизни в обществе. Спасибо за внимание, и я готова ответить на ваши вопросы. Рахмет, Гүлнар Амангелдиевна. Келесі сөз кезегі бастауыш сынып мұғалімі Асадилова Тынар Мұфадиловнаға береміз. Бастауыш сыныпта математика пәнінен тапсырмаларға сәйкес дескриптор құрастыру тақырыбында. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Өзімді таныстыруға рұқсат етіңіздер. Менің аты жөнім Асадилова Тынар Мұфилдаевна. Алматы қаласы Әуезов ауданы Жаңа ғасыр номер 175 гимназиясында бастауыш сынып мұғалімі болып жұмыс істеймін. Санатым педагог зерттеуші. Авторлық бағдарламаның тақырыбы математика пәнінен тапсырмаларға сәйкес дескриптор құрастыру. 2024 жылғы 27 тамызда номер 6 хаттамамен бекітілген. Авторлық бағдарламамның мақсаты оқушылардың зейінін есте сақтау, байқағыштық, қиялдау, танымдық іс-әрекеттері мен өздігінен білім алуға, ізденуге бейімдеу, көру, есту, ойша елестетуді есептей білуін қалыптастыру. Оқушылардың сана сезімін тәрбиелеу, орындалатын жұмысқа деген жауапкершілігін арттыру, қиындықтарды жеңе білуге баулу. Авторлық бағдарламаның өзектілігі балаға байқау жүргізіледі, жан-жақты дамуына және бейімделуіне жағдай жасалады. Оқушы өз қабілетін одан әрі дамыта алады. Логикалық ойлау дамиды, дұрыс шешім қабылдауға үйренеді, өзіне сенімділігі қалыптасады. Қарақат Шарипова деген кісі, звугыңызды өшіріңізші. Кешірім өтінемін, енді менің кінәмнан емес. Күтілетін нәтижелер математикалық түсініктерді меңгереді, логикалық ойлау қабілеті артады, кеңістік денелерді геометриялық фигураларды ажыратып, есте сақтау қабілеті артады. Шапшаң есептеу, өз бетінше күрделі есептер құрастыра білу дағдысы қалыптасады. Бағдарлама 4 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім қарапайым математикалық есептеулер, екінші бөлім геометриялық фигуралар мен шамалар, үшінші бөлім қызықты математикалық есептер, төртінші бөлім логикалық ойлауға арналған есептер. Дескриптор құрастыру өте бір күрделі міндеттердің бірі мұғалімдердің алдында. Негізі дескриптор тапсырмаларды орындау кезіндегі нақты қадамдарды көрсететін сипаттама. Біздің білім саласына критериалды бағалауды енгізілген кезден бастап, біздің білім беру дағдымыз өзгерді. Сабақтың мақсатына негізделген критерий құру, сол критерийге бағытталған тапсырма құрастыру. Әрбір тапсырмаға дескриптор құрастыру және ол дескриптор арқылы қалыптастырушы бағалау қайтадан біздің сабақтың мақсатының орындалуына алып келеді. Біз сол сабақта мақсатқа жеттік пе, жетпедік пе, сол біздің сатылай орындалған тапсырмаларымызға байланысты. Дескриптор мысал келтіре кетейін, 10 көлемдегі сандарды өткен кезде санауда заттардың саны мен сандар арасындағы сәйкестікті табуды меңгереді. Заттардың орналасу ретіне қарай реттік сандарды қолданып, бірінші, екінші, үшінші заттың реттік нөмірін анықтауды, реттік санауды сандық санаудан айыра біледі. Жұптар құрастыру арқылы сандарды салыстыруды, тең, артық, кем немесе теңсіздік белгілерінің көмегімен салыстырудың нәтижесінде өрнектей білуді біледі. Екі топтағы заттардың санын теңестіре білуді меңгереді. Сандық сәуледегі санның орнын табуды, алдыңғы және келесі сандарды атай біледі.
Сандық сәуле көмегімен он көлеміндегі сандарды салыстыруды, екі жиындағы нысандар санын салыстыруды және нәтижесін артық кем белгілердің немесе теңсіздік белгілердің көмегімен жазып көрсете алады. Жалпы топтың ішінен бір затты таба алуда 10 көлеміндегі сандарды цифрын жазуды үйренеді. 10 көлеміндегі санауды тура және кері ретпен санайды. Қосу амалы туралы біледі, азайту амалы туралы біледі. Сөйлеу барысында қосу және азайту компоненттерін қолданады. Бұл мысалға келтірілген дескриптордың түрлері. Енді баланы дескриптордан кейін міндетті түрде қалыптастырушы бағалау, баланы ынталандыру мақсатында әртүрлі инсерт, доллар, медаль, домбыра, бағалау шкалалар, бәйге әдістері арқылы бағаландық. Келесі авторлық бағдарламада оқушылардың алған білімдерін нақтылау мақсатында кері байланысты әр сабақта әртүрлі әдіс тәсіл пайдаланды. Ол жерде қазіргі жасанды интеллект, Padlet, Wordwall, Qimkit және Prezi, Canva приложениялар пайдаланып, балаларға сабаққа ынталанып жұмыс істеуіне мүмкіндік беріледі. Сонымен бірге қазіргі әрбір баланың қолында телефон бар, әрине олар қолдана алады. Тапсырма түрлерін қызықты орындау үшін телефон тек қана ойын құралы емес, білім алуға пайдалануға болады. Оны QR код дайындау арқылы әртүрлі пішінде, әртүрлі формада, сондан тапсырманы орындау және қалыптастырушы бағалау, әрбір тапсырма үшін тек қана бал бермей, балаларды ынталандыру үшін бір қылыш, бір қамшы, ханшайым, ұшақ, көлік алу, бір сабақта қылыш жинаса, бір сабақта қамшы жинап, бір сабақта ханшайым жинап, ол сабаққа деген қызығушылығы артады. Енді мен авторлық бағдарламамның осы қала көлемінде тарайды деген ойдамын, өйткені бастауыш сыныпта математика ең маңызды. Математика сабағы жалпы бүкіл өмірге қажет. Математикасыз өмір жоқ дейміз. Сол үшін математиканы жақсы меңгеру үшін, қызыға пайдалану үшін бұл бағдарламаның балаларға беретін пайдасы өте зор деп ойлаймын. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер. Келесі сөз кезегі химия пәнінің мұғалімі Сақылғанова Айгүл Сұлтанбековнаға беріледі. Тақырыбы аналитикалық химия және химиялық құрылым. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мен өзімді таныстырып кетейін. Сақылғанова Айгүл Сұлтанбековна, Алматы қаласы, Әуезов ауданы, Жаңа ғасыр, нөмірі 175 гимназияның химия пән мұғалімі, педагог зерттеуші. Менің сіздерге ұсынылып отқан аналитикалық химия тақырыбындағы оқу бағдарламам бұл 10-11 сыныптарға арналған, жалпы мұғалімдерге арналған құрал болып табылады. Енді бұл тақырыпты не себептен алдым дейтін болсаңыздар, мектеп бағдарламасында аналитикалық химия толық бөлім болып оқытылмағандықтан осы тақырып оқушылардың қажеттілігінен туындап отыр. Бұл авторлық бағдарлама 34 сағатқа арналып жасалды және апробациядан өтіп сараптама комиссиясына ұсынылды. Бағдарламаның мақсаты зертханалық химиялық құрамын, құрылымын, қасиеттерін және олардың сандық сапалық талдау әдістерін үйрену, аналитикалық әдістерді меңгеру, эксперимент жүргізу, нәтижелерді талдау арқылы практикалық дағдыларын қалыптастыру, оқушыларды болашақ мамандықтарына бейімдеу. Бағдарламаның міндеттері аналитикалық химия пәнінің теориялық негіздерімен таныстыру, оқушыларды байқалатын құбылыстарға теориялық қорытынды жасауға үйрету, аналитикалық химияның практикалық маңызын түсіндіру, лабораториялық эксперимент орындауға дағдыландыру. Бағдарлама оқушыларға аналитикалық химия фундаменталды ғылым, сонымен қатар ол қолданбалы ғылымдар саласында жататындығын түсінуге мүмкіндік беру. Талдау әдістерінің қолдану шегін анықтау, түрлі заттардың құрамын анықтау әдістемелерін жетілдіру, жаңа әдістемелер ұсыну. Бағдарламаның өзектілігі ғылым мен қоғамның әртүрлі салаларында атқаратын маңызды рөлінде. Бағдарлама пәнаралық ғылым, физика мен биологиямен бірге кіріктіріліп қарастырылған. Аналитикалық химия курсы келешек маманның жалпы химия дайындығын, ғылыми көзқарасын қалыптастырады, ойлау қабілетін дамытады.
Бағдарламаның ерекшелігі аналитикалық химия курсын өту, қазіргі заманғы анализ әдістері меңгерген, әртүрлі биологиялық және химиялық нысандарды талдау әдістемесін шығара алатын және оларға практикалық қолданыс таба алатын химия саласына қызығушылығы жоғары оқушыларды дайындауды көздейді. Күтілетін нәтиже: аналитикалық химияның теориялық негіздерін, практикалық маңызын түсінеді. Лабораториялық эксперимент орындау дағдыларын біледі. Зертханалық тәжірибе арқылы титрлеу әдісіне зерттеу жүргізіп талдайды. Аналитикалық химияның негізгі тараулары бойынша есеп шығарудан әдістемесін үйренеді. Ерітіндідегі заттардың малярлық концентрациясын, массалық үлесін есептейді. Талдау әдістерінің түрлерін салыстырады. Заттардың аналитикалық қасиеттерін салыстырады және реакция түрлерін жіктейді. Аналитикалық химия курсын оқыту арқылы білім алушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырады. Ақпараттық коммуникациялық технологиялар құзыреттіліктерін дамытады. Нормативтік бөлімнен қысқаша үзінді көрсететін болсам, менде тақырып 34 сағатқа арналған және әр тақырыпқа сабақтың мақсаты беріліп отыр, және лекцияға қанша сағат және тәжірибеге қанша сағат арналғаны көрсетіліп отыр үлгі ретінде. Енді бір сабақты алып сіздерге ұсынатын болсам, бұл сабақтың тақырыбы қазіргі аналитикалық химияның құрылымы, талдау әдістері. Сабақтың мақсаты: аналитикалық химияның талдау әдістерін біледі, талдау әдістерінің түрлерін салыстырады, катиондар мен аниондарды анықтау үшін сапалық реакция жүргізеді, нәтижесін сипаттайды. Бұл оқу мақсатына байланысты мен ойлау дағдыларының ішінде білу, түсіну, қолдану, талдау алып отырмын, және осы ойлау дағдыларына сәйкес тапсырмалар әзірленді. Тапсырмаларды әзірлемес бұрын алдымен оқушыларға электрондық оқулық ұсындым. Сол электрондық оқулық арқылы балалар алдымен сабақтың мазмұнын түсінеді өздері. Одан кейін барып, мына жерде мінекей бірінші тапсырма, бұл талдау түрлері мен талданатын объектілерді сәйкестендіреді. Осындай сәйкестендіру тапсырмаларын ұсынып отырмын. Бұл тапсырмаларды түрлі платформаларға салсақ та болады. Соның ішінде мен өзім платформасына салып ұсынып отырмын. Келесі тапсырма бұл дескрипторлы көрсетіліп тұр, тиісті сөздерді қажетті орындарына қояды. Келесі тапсырма бұл жеке тапсырмалары. Бұл жерде де кесте арқылы балалар жұмыс жасап, яғни зерттелген заттар қандай атомдар тобынан және иондардан құралғанын анықтаңыздар деген тапсырма. Келесі зерттелетін заттың құрамына кіретін элементтердің мөлшерін және сандық қатынастарын есептеңіздер деген осындай тапсырмалар ұсынамыз. Сонымен қатар топтық жұмыста орындату үшін осындай топтық тапсырмаларды ұсынуға болады. Екі топқа тапсырма ұсынып отырмын. Бұл жерде де кестемен жұмыс жасап, катиондарды, аниондарды анықтап, балалар өздері түстерін және реакция зерттеушілер авторлық курстар не жазады екен, авторлық бағдарламашы бірден балаларға зертханалық жұмыс модераторға да болады, болмаса виртуалды лабораторияларды да көрсетуге болады. Сон сияқты сабақ соңында, әр сабақтың соңында оқушылардан рефлексия алыну өте тиімді. Мен жетістік баспалдағы кері байланысын осы сабақта ұсынып отырмын. Енді қорытындылай келе, жалпы бұл оқу бағдарламасын іске асыру үшін түрлі платформаларды қолдануға болады. Соның ішінде Thesis, Wordwall, LearningCapes деген сияқты Anaplik.com сайттарынан тапсырмалар әзірлеуге болады. Электрондық оқулықтар әзірлеп, сілтемелерін QR-код арқылы көрсетіледі. Бұл оқушылар сайттардың сілтемелерін жазып, іздеп отырғаннан қарағанда өте ыңғайлы. Тез арада QR-кодты сканерлеу арқылы сайттардың сілтемелеріне өте алады. Сонымен қатар Padlet.com сайты арқылы бүкіл рефлексияны осы сайт арқылы, осы тақтасын әзірледіп, осы тақта арқылы рефлексияны алуға болады. Сабақ соңында оқушылардың рефлексиясын жүргізу тиімді платформа деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса, әріптестер, осы аналитикалық химия бағдарламасы бұл 10-11 сыныптарға өте тиімді деп ойлаймын. Өйткені жоғары оқу курсына барған кезде балалар аналитикалық химия курсы бойынша біліммен жеткілікті деңгейде барады деген сенімдемін. Осы авторлық бағдарламаны республика көлемінде, қала көлемінде таратылады деген сенімдемін. Сұрақтарыңыз болса, сіздердің назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сұрақтарыңыз жоқ па? Рахмет. Келесі сөз кезегі биология пәнінің мұғалімі Құлышбаева Айманқызына беріледі. Тақырыбы
биология сабағын ағылшын тілінде оқытудың ерекшеліктері деген тақырыпта. Айгүл апай, қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен өзімді таныстыра кетейін. Жаңа ғасыр номер 175 гимназияның биология пәні мұғалімі Тушпаева Айнұр Сайынқызы боламын. Авторлық бағдарламаның тақырыбы Biology in English 8th grade. Биология сабағында ағылшын тілінде оқытудың ерекшеліктері туралы таныстыратын боламын. Ағылшын тілінде биологияны оқытудың мақсаттары мен міндеттері ағылшын тілін жаратылыстану бағытында биология пәнімен кіріктіріп оқыту арқылы оқушылардың білім алуға қызығушылықтарын арттыру, олардың ағылшын тілінде сауатты түрде үш тілдік ұлттық жоба аясында білім алып дамуына бейімдеу. Міндеттері тілдік және танымдық дағдыларды қалыптастыру. Бұл жерде білім беру міндеті бойынша биологиялық білімді ағылшын тілінде меңгереді, тілдік міндет бойынша ағылшын тілін сөйлеу, жазу, оқу дағдыларын дамытады, дамытушылық бойынша ойлау, зерттеу, талдау қабілеттерін жетілдіреді. Оқыту әдістемесінің ерекшеліктеріне тоқталатын болсақ, тілдік тәсілдер жаңа терминдерді енгізу арқылы сөздік қорын байыталады. Оқушылар интерактивті әдістер бойынша топтық жұмыстар, ойындар, жобалар арқылы қорғалады. Бұл бағдарламамда менің FLIL технологиясы арқылы құрастырылған технология сіздердің баршаларыңызға таныс деп ойлаймын. Бұл қос тілді оқыту бағдарламасы бойынша оқушылардың алған білімдерін өмірде қолдана алуға бейімдейді. FLIL технологиясы әдістері қолдану арқылы тілдік мақсаттармен қатар алған білімді өмірде қолдануға үйретеді. Биологиялық терминдерді меңгертудің маңыздылығы. Ең алғашқы биология сабағын ағылшын тілінде меңгерту үшін біз терминдермен жұмыс жасаймыз. Бұл жерде биологиялық процестерді ағылшын тілінде түсінуге мүмкіндік жасайды. Халықаралық ғылыми ортада еркін сөйлеуге ұмтылады. Ғылыми әдебиеттерді оқу және түсінуге бейімдейді. Терминдерді меңгеру арқылы оқушылар биологиялық білімді тереңдетеді және бұл ғылыми ортада табысты болуына көмектеседі. Бүгінгі таңда қос тілді оқыту жас ұрпақтың білім кеңістігінде еркін самғауына жол ашатын әлемдік ғылым өз қабілетін танытуға мүмкіндік беретін қажеттілік. Қос тілде оқыту заман талабы десек, оны жүзеге асыру ұстаздардың міндеті болып отыр. Үштілділік қабілетті елдер қатарына апарар баспалдақтардың бірі. Біздің әрбір шәкіртіміз жан-жақты сыни ойлай алатын тұлға болып қалыптасу керек. Осындай қоя отырып, біз өз мақсатымызға пәндік тілдік кіріктіріп оқытуды технологиясы арқылы жете аламыз. Бұл FLIL технологиясы Content Language Intermediate Learning деп аталады. Үш түрлілік бағдарламасында бұл технологияны қолданылу өте маңызды. Сабақта қолданылатын көрнекі құралдар мен материалдарға тоқталатын болсам, бізде биология сабағында модельдер жиі қолданылады. Мысалға, жасушаның, ДНК-ның модельдері, одан кейін схемалар арқылы жұмыс жасаймыз, азық тізбектері, заттар айналымы және видео мәліметтер. Осы үштілділік арқылы сабақта кіріп тағы бір тиімді тұстары, модельдер мен видеолары көбінде қазақ тілінде аз болып кездеседі де, ал ағылшын тілінде біз кіріктіріп оқытатын болсақ, балаларға жеткізу, бір жағынан тақырыпты түсіндіру тиімдірек және материалдар көбірек. Сондықтан бағдарламаның жаңашылдығына тоқталатын болсам, пәндік тілді кіріктіріп оқыту ұстанымын қолдану шет тілін оқуға бөлінген уақыт мөлшерінің аздығынан және оның меңгеру деңгейіне қойылатын талаптардың жоғарылауынан пайда болып отыр. Бұл тәсіл бір мезетте екі пәнді бірдей оқытуға мүмкіндік береді, алайда негізгі пәнге назар аударылады. Оқушы әртүрлі ғылым салаларынан алған білімін өзара ұштастырып, білім мен әрекеттің тұтастығы, ойлау, әртүрлі әдістерін пайымдау, жіктеу, жүйелеу, дәлелдеу, қорытындылауды қалыптастыра алады. Бұл бағдарламаның жазылуының негізгі мақсаты кіріктіріп оқыту технологиясы арқылы оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыратындығына көз жеткізеді. Бағдарламаның өзектілігі қоғамның бүгінгі әлеуметтік тапсырысы жаратылыстану, математикалық, химия, биологиялық пәндер бойынша ғылыми дайындықтың әлдеқайда жоғары деңгейін қамтамасыз ету, сонымен қатар білім беруде осы бағыттағы пәндерді ағылшын тілінде оқытуды жүзеге асыру болып табылады.
Бағдарламаның негізгі ерекшелігі бағдарлама биология пәнін тереңірек білумен қатар оқушылардың әлемдік кеңістікке шығуына бағытталады. Пәндік кіріктіру құрылымындағы проблемалық жағдаяттарды кеңейту, оқушылардың ойлау әрекеттерін белсендірумен қатар, оны оқытудың тұлғалық нәтижелерін жетілдіреді. Оқу материалдарын кіріктіру, шығармашылық дамытуға алған білімдерін өмірдің нақты жағдаяттарына қолдана білулерге жағдай жасайды. Бұл бағдарламаны жазғанда күтілетін нәтиже оқытудың белсенді әдіс-тәсілдерін қолданып, оқушылардың сөздік қоры молаяды, практикалық жұмыстар арқылы оқушылардың шығармашылық дағдылары қалыптасып, биологиялық есептер шығаруды үйренеді. Биология дүниетанымын ағылшын тілінде кеңейтеді. Қорытындылай келе, қазіргі таңда оқушыларымызды жан-жақты дамыған елдердің қатарына қалмай, ұлттық құндылықтарымызбен кіріктіре отырып, функционалдық сауаттылықтарын жетілдіріп, бәсекеге қабілетті тұлға қалыптастыру. Сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазсаңыздар болады. Бағдарлама бойынша республика, облыс, қала көлемінде сенімдемін. Келесі сөз кезегі математика пәнінің мұғалімі Әбіш Ақжол Біржанұлына беріледі. Тақырып тригонометриялық функциялармен және олардың қолданылуы деген тақырып бойынша. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Есімім Әбіш Ақжол Біржанұлы, Әуезов ауданы нөмір 175 жаңа ғасыр гимназиясында математика пәнінің мұғалімі болып жұмыс істейді. Авторлық бағдарламаның тақырыбы тригонометрия, тригонометриялық функциялар және олардың қолданылуы. Жалпы бұл тақырыпты алу себебім, тригонометрия математиканың ең бір маңызды да ауқымды салаларының бірі болып табылады, және оқушыларға, әсіресе 9-шы сынып оқушыларында осы тақырыпта көптеген қиындықтар туындауы мүмкін. Тригонометрияның негізгі ұғымдары және қасиеттерімен таныстырып, тригонометриялық функцияларды және олардың қолданылуы кеңінен меңгерту. Бағдарламаның міндеті тригонометриялық функциялардың негізгі ұғымдарын меңгерту, тікбұрышты үшбұрыштағы тригонометрияны түсіндіру, тригонометриялық теңдеулерді шешу дағдыларын қалыптастыру, тригонометриялық функциялардың қолданылуын көрсету, оқушылардың логикалық ойлау қабілеттерін дамыту. Жаңа жоғарыда айтып кеткендей, тригонометрия ғылымы ол математиканың маңызды саласы болып табылады. Бұл тек теориялық емес, сонымен қатар практикалық тұрғыдан да көптеген ғылым салаларында кеңінен қолданылады. Бұл бағдарламаның өзектілігі мен маңыздылығы төмендегі бірнеше факторлармен айқындалады. Олар ғылыми-техникалық даму, математикалық сауаттылықты арттыру, технологиялық білімдерді игеру қажеттілігі, күнделікті өмірде қолдану, жоғары оқу орындарына дайындық, оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту, жалпы математикалық дайындықтың негізі. Бұл тригонометриялық негізгі өрнектердің қандай да бір ширегін жазады. Тригонометрия өте көп жан-жақты болғандықтан, бұл жерде формулалар да көп, оқушылар да сондықтан қиналады. Қиналу себептерінен оқушылардың білім алуға деген қызығушылығы төмендей бастайды. Келесі суретте мысалға тригонометриялық функциялардың графиктері берілген, бұл синусоида, косинусоида, тангенс, котангенс функциялары. Бұл функциялардың графиктеріне ғана емес, бұл жерде олардың әрқайсысына тән ерекшеліктері мен жеке қасиеттері бар. Олардың барлығы көптеген формулаларды қамтиды. Сондықтан оқушылардың сабақ алудағы қызығушылығы төмендетпеу мақсатында көзделген болатын. Енді тригонометрияның күнделікті өмірмен байланысына тоқталатын болсақ, жалпы мынадай кішігірім мысалға назар аударайық. Ағаштан 30 метр қашықтықта тұрып, сол жерден ағаш ұшы мен жердің арасынан бұрышты өлшедік, бұрыш 45 градусқа тең болды. Ағаштың биіктігін анықтау керек деген өмірден алынған кішігірім мысал болсын. Енді суреттен көріп тұрғанымыздай ағаш берілген, ағаштан 30 метр қашықтықта адам тұр деп есептелік. Енді адамның тұрған жерден ағаш төбесіне дейінгі бұрыш 45 градус болған жағдайда біз ағаштың биіктігін анықтай алатынбыз. Әрине бұл жерде суреттен біз тікбұрышты үшбұрышты елестете аламыз. Жалпы тригонометрияның басы осы тікбұрышты үшбұрыштар арқылы түсіндірілетіні белгілі. Сондықтан бұл жерде 45 градус сүйірбұрыш болғандықтан ағаш оған қарсы жатқан кіші катет ретінде қарастырылады. 30 метр ол екінші катет болып табылады. Тригонометрия функцияда тангенс 45 градустың мәні әрине сүйірбұрышқа қарсы жатқан катет пен іргелес жатқан катеттің қатынасы сол функцияның көмегімен ағаштың биіктігін таптық. Біздің жағдайда ағаштың биіктігі 30 метр деген секілді өмірмен байланысы бар кішігірім мысалдар арқылы оқушылардың қызығушылығын жоғалтып алмай осындай мысалдарды қарастыру көзделіп отыр осы бағдарламада. Енді тағы да қандай мысалдарды қарастыруға болады? Жалпы өмірде
қашықтықты есептеу, ол суретке назар аударсаңыздар, бұл жерде кішігірім өлшеу құралдарының көмегімен кез келген мына суретте көрсетілген өзеннің кез келген нүктесінде орналасу арқылы енін анықтауға болады екен. Сондай-ақ навигациядағы тригонометрия, олар бағыт, яғни кеме қозғалысының бағытын анықтау үшін тригонометрия керек болады. Координаттар, яғни географиялық координаттарды есептеуге көмектеседі. Жер шары, яғни жер бетіндегі қашықтықты анықтауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар архитектура және инженерия, яғни жобалау, ғимараттар мен көпірлерді жобалау мақсатында тұрақтылық, яғни құрылымдардың тұрақтылығын қамтамасыз ету, қауіпсіздік әрине ол бірінші орында, қауіпсіздік нормаларын сақтау бағытында тригонометрияның маңызы өте зор екен. Сондай-ақ дыбыс толқындары, яғни оның ішінде амплитуда, жиілік, фаза сынды өлшемдерді анықтауда, яғни дыбыс қаттылығын анықтайды, дыбыс тонын анықтайды және дыбыстардың араласуын сипаттайды. Суретке назар аударатын болсақ, бұл кәдімгі тригонометриялық функциялардың графигіне ұқсайды екен. Демек, бұл жерде де тригонометрияның байланысы бар деген сөз. Сондай-ақ күн жүйесін алсақ, орбиталар, планеталардың орбиталарын есептеу, қашықтық, яғни планеталар арасында қашықтықты анықтау, планеталардың қозғалысын болжау сияқты құнды ақпараттардың барлығы осы тригонометрияның көмегімен жүзеге асырылып отырады. Енді көріп отырғаныңыздай, мынандай жалпы айналамыздағы кез келген ғимараттың салынуы да ол тригонометриямен тікелей байланысты. Себебі жалпы тригонометрия функциялары ол кез келген дененің қабырғасы мен бұрыш арасындағы байланысты өрнектейтін функциялар болып табылады. Сондықтан да бұның маңызы өте зор деп қарастырылады. Енді кішігірім тригонометриялық есептерден балалар қиналатын жағдайда бір-екі мысалды қарастыра кетейік. Айталық, бізге синус екеселенген аркатангенс 3 мәнін есептеу керек болатын. Әрине бұл формуланы оқушылар білген жағдайда бірден формулаға қойып таба салады. Ал енді формуланы білмеген жағдайда оны оңай шығару тәсілін көрсетпекпін. Яғни бұл жағдайда біз аркатангенс 3-ті альфа деп есептеп алсақ, бұл жердегі катангенс альфа қасиеті бойынша ол 3-ке тең. Ал 3 деген саты біз 3/1 деп жазып аламыз. Не үшін екенін қазір түсіндірейін. Мысалға тікбұрышты үшбұрыш берілсін, тікбұрышты үшбұрышты кез келген бір сүйірбұрышты альфа деп қарастырсақ, онда катангенс альфа ол іргелес катет пен қарсы катеттің қатынасы. Демек альфаға іргелес қарсы катет ол 1 болады, іргелес катетіміз 3 болады. Пифагор теоремасының көмегімен біз гипотенузаны тауып аламыз, ол квадратты онға тең. Демек біз 2 катет және гипотенуз арқылы бұрыштың синусын, косинусын тауып аламыз. Ал синус қос бұрыштың формуласында бізге бұрыштың синусы мен косинусы қажет болады. Сөйтіп өрнектеу арқылы тез шығаруға болады. Яғни бұл әдіс қай жағдайда көмектеседі? Яғни оқушылар формуланың барлығын жаттап үлгермеген жағдайда осындай геометриялық жолмен байланыстыру арқылы оңай тәсілмен шығаруға болады. Тағы бір кішігірім мысал қарастыра кетейік. Мысалға бұрыштың тангенсі берілген болсын, 3/4. Олай болса келесі бөлшектің мәнін табу керек. Яғни синус альфа плюс 5 косинус альфа бөлінген 4 косинус альфа минус 3 синус альфа деген. Бұл өрнекті әрине стандартты жағдайда біз тангенсті табу үшін косинусқа бөліп тастауға болады. Әрине бөлшектің алымы мен бөлімін бірдей санға бөлу керек, ол қасиет бойынша ол бәрімізге белгілі. Яғни біз өрнектерді ықшамдау арқылы тангенске келтіруіміз керек. Сондықтан біз алымның әрбір бір мүшесі мен бөлімдегі әрбір бір мүшені косинусқа бөлеміз. Соның салдарынан біз тангенс арқылы мәнін тауып аламыз. Немесе тангенс альфа дегеніміз ол синус альфа мен косинус альфаның қатынасы ретінде, ал бұл жердегі алымдағы сан синус альфа деп, яғни синус альфаның мәні 3-ке, косинус альфаның мәні 4 деп алып, орнына қойып шықсақ та сол мәні шығады екен. Яғни бұл да бір оңай шығару тәсілі болып табылады. Енді жалпы осы авторлық бағдарламада күтілетін нәтижелер тізбегі ол тригонометрия функциялардың соның ішінде синус, косинус, тангенс, катангенс сынды негізгі функциялардың анықтамаларын және олардың қасиеттерін кеңірек меңгеру, тригонометриялық теңдеулер мен теңсіздіктерді шеше білу, функциялардың графиктерін дұрыс салу және олардың негізгі ерекшеліктерін анықтау, тригонометриялық функцияларды физика, геометрия, инженерия және басқа салалардағы есептерде қолдану, өмірде кездесетін практикалық есептерде тригонометриялық заңдылықтарды пайдалану болып табылады. Енді сөзімді қорытындылай келе, жалпы бұл бағдарлама тригонометрияны оқыту барысында оқушылардың пәнге деген қызығушылығын оятуға және олардың математикаға деген позитивті көзқарастарын қалыптастыруға бағытталған. Мұнда ерекше тәсілдер мен әдістер қолданылып, пәннің өмірмен байланысы, ғылым мен техниканың түрлі салаларындағы маңызы айқын көрсетеді. Осындай бағдарламалардың көмегімен білім алушылардың ғылымға деген дұрыс көзқараста болуға шақырамыз. Сұрақтарыңыз болса тыңдап отырмын. Уақыт бөліп тыңдап отырғаныңызға бәріңізге рахмет. Сұрақтарыңыз болса. Барлықтарыңызға рахмет. Бүгінгі семинарымыз осымен аяқталды. Негізгі зерттеуші ұстаздардың барлығы сөйлеп шықты. Егер сұрақтарыңыз болса, немесе осы бүгінгі айтылған бағдарламаларға өздеріңіздің көзқарастарыңызды жазуларыңыз келсе, комментарийда жазып кетсеңіздер болады. Біз сол комментарийлардың бәрін оқимыз. Және де қазір егер басқа да ұстаздарға сұрақтарыңыз болса, осында қойып кетсеңіздер болады. Сіздерге де көп рахмет. Осындай семинар ұйымдастырып, тәжірибелеріңізбен бөлісіп,
жатқандарыңызға. Өте жақсы өзекті тақырыптар тыңдадық. Өзіме түртіп алған жерлерім біраз болды. Рахмет, шығармашылық табыс тілеймін сіздерге. Үлкен рахмет. Тағы да ойларыңызбен бөлісеміз деген сұрақтар болатын болса, сіздерді тыңдап тұрмыз. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Жазира Аяпберген қызы бастаған бүгінгі мына тәжірибе тарату шараларыңызды көріп отырмыз. Сіздерге көп рахмет. Керекті дүниелер айтылды. Біз де сіздерден қарап, осындай жасауға болады екен деген сияқты мақсатта ой түйдік. Көп рахмет 175 сіздерге ұжымына. Барлықтарыңызға уақыттарыңызды бөліп тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Осымен біздің семинарымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Үлкен рахмет, сау болыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар. Қатысқандарыңызға рахмет. Рахмет, сау болыңыздар. Рахмет. Үлкен рахмет.